Қайырлы күн, сәлем баршаңызға. Менің балқаймақ арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз керемет творожный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға сары майымызды салып, ұнымызды салып, бір келкі масса болғанша ұнтатып алатын боламыз. Содан кейін жұмыртқамызды, қаймағымызды салып және шекерімізді салып, осындай әдемі қамыр илейтін боламыз. Мінекей, біздің қамырымыз осындай әдемі жұмсақ болып иленді. Осыны әдемілеп салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Тоңазытқышта салқындап тұрған кезде біз пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін творогымызға шекерді қосып, кішкене татымына қарай жұмыртқа қосып, ванилин қосып және творогымыз бір келкі әдемі масса болу үшін, өзінің формасын сақтап тұру үшін крахмал қосатын боламыз. Мен жүгері крахмалын қостым. Бір қасық крахмал жарайды, салуға болады, және ванилин. Мінекей, осындай біздің керемет салмамыз дайын болып қалды. Осыны әбден былғап алғаннан кейін блендермен ұнтақтап алатын боламыз. Менің творогым үйдің творогы болғасын, кішкене онша ұнтақталмады, дегенмен де ұнтақтап бір келкі әдемі масса болғанша осылай иінін қандырып алатын боламыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, осындай формамызға салып, әдемілеп күлше нанымыздан осындай керемет форма жасап шығатын боламыз. Табаны айналдыра отырып әдемілеп жасап алғаннан кейін үстіне шанышқының көмегімен кішкене тесіп жіберіп ортасын. Енді дайын болған салмамызды қамырдың үстіне құятын боламыз. Егер менің осы видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, осындай салмамызды салып алғаннан кейін, енді қызып тұрған пешімізге әбден беті қызарғанша пісіріп алатын боламын. Осы жасалған пирогымның рецептін описанияға қалдырып кететін боламын. Сіздер де қарап, жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менің каналымнан алыстамаңыздар.